ұбт-дағы ең көп қадайтын тақырып. Ол сіздерде Қазақ хандығы. Сонымен Қазақ хандығын құрған бұл бізде Керей мен Жәнібек 1465 жылы. Егер естеріңізден шығып кетсе, Қазақ Республикасынан көрсеңіздер болады. Келесі, бұл бізде Бұрындық хан. Бұрындық 1474-1511 жыл хан. Бұрындық бұл өмірінің соңына дейін хан болмаған жалғыз хан, яғни минус вайп. Келесі, бізде Қасым хан. Бұл Бұрындықтың інісі. Жалпы Қасымды барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Қасым 1511-1518. Қасым ханның кезінде Қазақ хандығындағы ең үлкен жағдайлар болды. Бұл сіздерде ұбт-да да кездеседі. Қазақ хандығында халықтың саны миллионға жетті. Қазіргі Қазақстанның территориясын қалыптастырған хан деп келеді сіздерге. Сол кезде сіздерге А. Бұрындық, Б. Қасым деп келеді. Әрине сіздер белгілейсіздер Қасым ханды. Қасым ханнан кейін Қасым ханның баласы Хақназар хан. Бұл да сіздерде ұбт-да келеді. Қазақ хандығында ең ұзақ билікте отырған хан. Даже Назарбаевтың өзі бұл жайлы армандаған. Хақназар 1538-1582 жыл билік құрған. 42 жыл билік құрған хан. Меніңше мықты диктатор. Сонымен қазақ, қырғыз, ноғайлардың ханы болған хан деп келеді. Онда белгілейсіздер кімді? Хақназар ханды. Жасы 80-ге келгенде хан болған деп ұбт-да сұрақ келеді. Сіздер белгілейсіздер осы жолы Хақназар? Жоқ. Сіздер белгілейсіздер кімді? Шығай ханды. Шығай хан 1580-1582 жылы билік құрған хан. Дәл Хақназарға антоним, яғни Хақназар ең ұзақ билік құрса, ал Шығай хан ең аз билік құрған хан. Небәрі 2 жыл. Егер Қазақ хандығының екінші часты шыққанын қаласаңыздар, онда комментарийға Қазақ хандығы деп жазып кетіңіздер. Және лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар.